Сәлем құлдар, дегім келеді кейбір қазаққа. Құлдық сана батып кеткен балаққа. СССР-дің мейрамын комсомолды тойлатып, ұйқыда жүр бүкіл қазақтың атасы. Жоқ, біз жастық шақты еске алып жатырмыз дейді. Жастық шақты еске алу үшін қазақтың қанын ішкен СССР-ді жақтау керек пе? Теледидардан үлкен үй деген кино қарап отырсам, бір жігіт СТО-ға келіп, «Әй, Андрей» деп айқайлайды. Сөйтсе, әр жақтан бір қазақ жігіт келіп тұр. Сен СТО у Андрея деп атапсың, өз есімің Талғат қазақ емес пе? Я, СТО у Талғата деген жараспайды ғой. Сосын атымды Андрей деп өзгерттім дейді мына мәңгүрт. Бұл кино насихат. Бұл кино түсіргіш тек сіздердің насихаты. 10-15 жылдан кейін осы киноны көрген жастарымыз не айтар? Біздің әкелеріміз жалтақ, тексіз болған екен ғой, дер. Тағы бір жігіт орысшалап ютубта, «Ей, орыстар, сендер кішкене болса да қазақша сөйлесеңдер болады, біз сендерді төбемізге көтеріп алар едік» дейді. Міне осылар дайын құлдар. Жаңа заманның құлдары. Тағы бір бейшара қазақтар болады. Орысты көрсе қуана қарсы алады. Сөйлескісі келіп тұрады, немесе бір көмек бергісі келіп тұрады. Ал қазақты көрсе, шошып тұрады. Олар орысша сөйлеп, орыстың иісі әбден сіңіп кеткен қазақтар. Сосын орыстың барлық салтын сіңіріп алғандар. Орысқа жоғары қарап, құлдық сана әбден сіңіп кеткен тексіздер. Ай, өз салт дәстүрің, ұлтың, тілің, елің, жерің бар емес пе? Қазақша сөйлемеудің де себебі сол құлдық сана. Орыстан қорқады. 10 қазақ отырып бір орысты алыстан көрсе, өз ана тілін жұтып қояды. Ана тілін, тарихын, салтын ұмытқан комсомол күнін тойлайды. Ол намысы жоқ. Ішкен жегеніне мәз болған тексіздердің өмірі.